кішкене күрделі. Жаңағы ізденіс керек. Алдарда мол тұрмыз, денеміз, қараймыз. Егер жаңағы туған кезде біздің сәулелеріміз қалай бағытталады? Қайсы топ болды? Қайсы топ дайын? Ал жарық сәулесі тобына кезек береміз. Бұл жерде күннің тұтылуы, күннің сәулесі үлкен болғандықтан ол мына жаққа сәуле шашады, сол кезде айдың Сенің ойыңша, бірінші, сенің ойыңша қандай болу керек еді? Сөзіңді бөлдің. айға түскен кезде жерге өзі толық көлеңке түседі, ал жан-жағынан қашалар көлеңке болып түседі. Толық көлеңкедегі жерге толық көлеңке арқылы түскен сәуле жерге күннің тұтылуы анық көрінеді. Сонда толық көлеңке деген қандай көлеңке болады? Не дейді жаңағы? Жаңағының жартылаған бойы көлеңке деп аталады, ал жартылай жартылған ол шала көлеңке. Шала көлеңке деп аталады, иә? Енді соны мына жерде көрсетіп бере аламыз ба? Мынаған бері бір қараймыз, балдар. Мынау тура соны түсіндіретін негізгі құрылғы. Мынауымыз күн, мынауымыз жер, мынауымыз ай. Бірақ енді қыламыз, айналама жеріміз күнді бір айналғанда 1 жыл уақыт өтіп келеді. Міне мына айналып келе жатқанда барлығы бір түзудің бойына түседі. Міне бір түзудің бойында түсті. Қайсы? Бұл жерде қандай тұтылу болады? Ай, сен қайсысын түсіндіріп жатсың? Күн тұтылу болғанда не болады? Осындай болады, енді қараңдар, жаңағы ай мен күннің тұтылуы қайталана беретін фаза емес еді, иә? Ол жартылай тұтылу болады. Егер мынаның барлығы бір түзудің бойында тұрғанда ғана не болады? Күн тұтылу болады, иә? Егер бір түзудің бойында тұрмаса, ай фазасы төмен тұрған кезде ол жерде күн тұтылу болмайды, тек қана жартылай тұтылу болады. Иә, оны мына жерден көріп тұрмыз. Түсінді ма? Жарайды. Ал екінші топ, қайсы түсіреміз? Болған жоқпыз дейді, жарық сәулесі. Қандай енді қайсы тұтылу қалды? Ай тұтылуын түсіреміз дейді бірінші топ. Кезек береміз ба? Ал, бірінші топқа кезек берейік. Айдың тұтылуы кезінде күн бірінші тұрады, ал жер екінші тұрады. Ай ең соңғы болып тұрады. Олар бір сыныптың бойында тұрған кезде айдың тұтылуы пайда көретін боламыз. Осындай болған кезде бұл айдың тұтылуы. Осындай бір сыныптың бойында тұрған кезде айдың тұтылуы көретін боламыз. Ол көбінесе кездесе бермейді. Оны жылда бір тұрады. Және енді қара, осы жерді түсіндіріп өтейікші. Осы ай мен күннің тұтылуы қандай заңдылыққа бағынады? Бүгінгі тақырыбымыз қандай? Жарық